Қызылорда облысында тату аруана шаруа қожалығы жұмыс істейді. Кәсіпорын мал өсірумен бірнеше жыл айналысады. Барлық жұмысшылар бір ауыздан мал шаруашылығының алға басуы, үйлесімді ұжым мен кәсіби мамандарға байланысты екендігіне сенімді. Бақытты мал шаруашылығы 4 түлік малдың бәрі бізде бар, бірақ енді келешекте осы мал шаруашылығын асыл тұқымды мал шаруашылығына айналдырамыз ба деген өзіміздің ішкі саясатымыз бар. Ал енді бұл мал шаруашылықты ұйымдастырып, оны алға қою үшін ең бастысы бізде маман шешеді. Маман болған жерде мал шаруашылығы еш уақытта күйремейді. Сондықтан да біздің енді келешектегі осы аруана шаруа қожалығының жаңа айтып кеттім ғой, бірде бәрі бірден болмайды, бірақ енді асыл тұқымды мал шаруашылығы қыламыз ба деген өзіміздің келешектегі неміз бар, жобамыз бар. Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы шаруа қожалығының табысты жұмыс істеуіне көмектеседі. Ол кәсіпорында сыбаға несие беру бағдарламасы бойынша қаржыландырды. Осылайша мекеме аруана шаруа қожалығының дамуына елеулі үлес қосты. Мемлекетіміздің ауыл шаруашылығына дегендегі көзқарасы өте дұрыс. Кезінде 6%-пенен 6%-менен кредит алдық агронесие корпорациясынан. Оның жаңағы жеңілдік субсидиясын алдық. Ол субсидияға жем шөбін алдық. Әрине мал шаруашылығы болғаннан кейін бір жағын қызықта, екінші жағы қиыншылығы да болады ғой. Ол да адам сияқты ауырады мал. Жаңағыда дер кезінде вакцинасын салып тұру керек. Аурудың алдын ала жаңағы уколдарын салып тұру керек. Осылардың бәрі осы өзіміздің жаңағы ветврачымыздың, зоотехниктеріміздің көрегендігі, білгендігі, тәжірибенің молдығы, мал басы Құдайға шүкір аман көбейіп келе жатырмыз. Аруанада 30-ға жуық адам қызмет етеді. Оларға еңбек ету мен тұрмыс жасау үшін жақсы жағдай жасалған. Жұмысшылар уақытылы еңбек ақыларын алады. Кәсіпорын басшылығы мамандарға көрсетілген күтім жұмыс нәтижесіне тікелей байланысты деп санайды. Ақбас асыл тұқымды малды осы Ақтөбе облысынан алғандағы біздің басты мақсатымыз Қызылорда халқын, Қызылорда облысын жаңағы экологиялық таза өніммен қамтамасыз ету болып табылып отыр. Жақын арада біз сыбаға деген жаңағы бұқтырылған ет өнімінің цехын ашып жатырмыз. Сонымен қатар жартылай фабрикатты аяқтап жатырмыз. Осының барлығы осы Қызылорда халқын экологиялық таза өніммен қамтамасыз етеміз бе деген өзіміздің жоспарымыз бар.